Қазақстан Республикасының президентін сайлайтын күні Қытайда дауыс беретін 4 бөлімше жұмыс істейді. Бұл туралы Бейжіңде қазақстандық және қытайлық журналистерге арналған брифингте хабарланды. Қазақстанның Қытайдағы елшісі Шахрат Нұрышевтың айтуынша, сайлау учаскелері Бейжің, Шанхай, Үрімші және Гонконг қалаларында ашылған. Жағдайға қарай қажет болса, бюллетень салатын жәшікті алып бару жағы да қаралған. Жергілікті ақпарат құралдарының өкілдері шараға дайындық барысымен және үміткерлермен байқаушыларға қатысты мәліметтермен танысып, толыққанды ақпарат алды. Сайлау 26 сәуір күні жергілікті уақыт бойынша сағат 7:00-ден кешкі 20:00-ге дейін өткізіледі. Бейжің Астана уақытынан 2 сағат алда. Жалпы Қытай аумағында келімді-кетімді туристер, кәсіпкерлер, емделушілерді қоспағанның өзінде 11 мыңнан астам қазақстандық студент білім алып жатыр. Осы Қытайға келген Қазақстанның азаматтары әр саламен келіп жатыр. Оқумен, саяхатпен, емделумен, кәсіпкерлікпен. Сол сайлау уақыты болатын күні олар келіп, бізден осы жерде өз дауыстарын бере алады.